Barşаңызға assalamu alaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бүгін ерекше өте дәмді қатпарлы тойымды сочный самса дайындадым. Міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырмын. Бұл самсаның ерекшелігі ішіндегі салмасына байланысты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі әрі ауыздан кетпейді. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттарға ұн және де тұз су қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп алғаннан кейін тұз суымызды құйып, жақсылап қатты қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырды 40-45 минутқа целлофанға салып, бетін жауып тындырып қоямыз. Бізде қамыры демалу керек. Енді салмасына осындай шұжық деп аталынады. Малдың іш майынан жасалынған. Сонымен қатар тұз, қара бұрыш, картоп, пияз қажет болады. Шұжығымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Міндетті түрде ұсақтап турап аламыз. Сонымен қатар самсаға арналған дәмдеуішті қосатын боламыз. Ендігі кезекте картоптарымызды кубиктап ұсақтап турап аламыз. Қажетті құрамын описание бөліміне жазамын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Картопымызды турап алғаннан кейін пиязымызды да ұсақтап турап салатын боламыз. Енді үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып араластыратын боламыз. Бізде салмасы дайын. Ендігі кезекте 45 минут тұрған қамырымызды алып жаятын боламыз. Жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жағып, орап, дайындап алатын боламыз. Оралған қамырымызды алып, морозильникке 15-20 минутқа қатырып аламыз. Бізде майы қату керек. Сонымен қатар дайын болған фаршымызды алып, самсамызды түйетін боламыз. Осылай самсамыз бізде қатып болды. Қамыры бөлшектерге бөліп алып, начинкасын салып, самсаны кез келген формада түйіп алатын боласыздар. 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, қатпарлы болып, әдемі болып пісіп шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.